Саламатсыздар ма балалар? 10-шы тарау 7-8 сабақ қазіргі заманауи технологиялар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Заманауи технологиялар туралы не білесің? Заманауи технологияның мүмкіншілігі күн санап артып келеді. Болашақтың айқын бағдары компьютерлік жүйені игеріп, кез келген адам жұмыс жасауға қабілетті болуында жатыр. Кез келген уақытта электронды қызметтің артықшылығын тиімді пайдалану тетігін жекелеген азаматқа меңгерту басты талап. Келесі бірінші тапсырма мәтінді мұқият тыңдап ат қойыңдар. Екінші тапсырма тыңдалған мәтін бойынша екінші, үшінші сұрақ құрастырып, көтеріліп отырған мәселе келешекте қандай көрініс табады? Болжам жаса. Робот сөзін естіген кезде ойыңда қандай бейне пайда болады? Бүгінгі сабақ тілдік бағдар. Сызықша бастауышы тұйық етістік болып, баяндаушы зат есімдерден болғанда бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, егістік жерге қар тоқтату мол өнім алудың басты шарттарының бірі. Бастауыш сілтеу есімдігінен не жіктеу есімдігінің үшінші жағынан болып, өзінен кейінгі сөздің анықтауышына ұқсап, шатасып кететін жағдайда баяндаушы қай сөз табынан жасалса да бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, қазір бұл Египеттің ең басты кітапханасы әрі мәдениеті орталығы ретінде танымал. Бастауыш есім сөзі болып, баяндауыш тұйық етістік болса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, біздің алдымыздағы ең жауапты міндет қысқы сессияны ойдағыдай әзірлікпен қарсы алу. Бастауышта, баяндаушта атау тұлғадағы сан есім болса, бастауыштан кейін сызықша қойылады. 5 жердегі 5, 25. Бастауыш ған, кен жұрнақтармен жасалған есімшеден не есімше аралас тіркестен болса, баяндауыш не зат есім, не есімше, не есімдіктен жасалғанда бастауыштан кейін сызықша қойылады. Мысалы, Абайды таң еткен сол екі жігіт. Бастауышта, баяндаушта есім сөздерінен болып, есім сөздерінен болған баяндауыштар жіктік жалғаусы көмекші етістіктің атау күйінде айтылса, бастауыш пен баяндауыштың арасына сызықша қойылады. Арасына сызықша қойылып жазылатын бастауыш пен баяндауыш ауыз екі сөйлеуде дауыс ырғағымен бөлініп айтылады. Мысалы, аяқ азамат, қол мүлік, бас сандық, тіл кілт. Бастауыш пен баяндаушты байланыстырушы дегеніміз деген сөз тұрса, одан кейін сызықша қойылады. Мысалы, мия дегеніміз қоймалжың, қорыс, батпақ. Олай болса, келесі тапсырма, үшінші тапсырма. Кестедегі сөйлемдерді парталасымен бірге талқылап, сызықшаның қойылу дұрыс-бұрыстығын тексер. 4 жерде 4, 16 бұрыс, жақсысымен жақсы дұрыс, кәсіпкерлік бүгінгі күн талабы бұрыс, бұл Алматы пойызы кестесі бұрыс, сенің асыл арманның бұл адам болу бұрыс, білім таусылмайтын кен дұрыс, тау дегеніміз аңның мекені бұрыс. Бұл жерде осы екі сөз ғана дұрыс екен, яғни мен қызылмен белгілеп қойдым. Келесі 4-ші тапсырма, өлеңді оқы, адам қиялының ғылыми жаңалыққа айналуын мәтіндегі оймен сәйкестендіріп дәлелде. Бір тетігін басқанда алып шықты аспанға, басып тағы байқап ем, жерге түстім қайтамен. Лифті. Келесі, саусақ тіреп біртіндеп, баса берсең сабазды. Сөйлетеді бір тілде, қабат-қабат қағазда. Баспаналық машина, 1000 миллион пернелі домбыраны көрген кім? Темір жол рельсі. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты, отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді, теңізде жүзді, балықтай дүниені кезді жалықпай. 5-ші тапсырма, ақпарат құралдарынан қазіргі ғылым мен технология жетістіктер туралы деректер тауып, көтерілген мәселені анықтау үшін екі нақтылау сұрағын қарастыр. Сұрақтарға жауап жаз, тыныс белгілерін дұрыс қой. Сұрақтары: бірінші, нағыз ғылым дегеніміз не? Нағыз ғылым дегеніміз ғалам мен ондағы құбылыстардың астарына үңіліп, шынайы мәнін ұғыну және оның арқасындағы ұлы құдіреттің мұратын сезіну. Екінші, технология неден тұрады? Технология дайын тетік немесе бұйым жасау үшін өндірістік процестерде пайдаланылатын материалдың, шикізаттың немесе жартылай өнімнің пішінін, өлшемін, қасиетін, күйін өзгерту амалдарынан тұрады. Тілдік бағдар. Бұл тырнақша, сөйлеуші жазушы өз сөзінің ішінде басқа біреудің сөзін өзгертпей сол қалпында қолданса, ондай сөздер мен сөйлемдер тырнақша қалынады. Газет, журнал, кітап, шығарма, қаулы қарараттары өзге біреудің сөзінің ішінде қолданылғанда тырнақша қалынады. Кәсіпорын, фирма, зауыт, фабрика, ұйым аттары, машинелер мен құрал жабдық маркалары түсініктемесіз айтылғанда тырнақша қалынады. Біреудің сөзінің ішінде мақал-мәтелдер, нақыл сөздер тырнақша қалынады. Мұндайда оның алды артынан төл сөзге тиісті тыныс белгілері қойылмайды.
болмайды. Келесі 6-шы тапсырма: бүгінгі отандық ғылым жаңалықтар туралы сызықшаны пайдаланып 4 сөйлем жаз. Отандық өнімнің ішінде отандық сусынды алайық. Отандық сусынды жасап шығарғанда ғалымдар кешенді пребиотикалық, сондай-ақ антиоксидантты қасиеттерге ие қымыз, шұбат, айран секілді ұлттық сусындардың микроорганизмдерінің бірегей штамдарын қолданыпты. Өнім антитоксикалық қасиетінің арқасында колоректалды обырдың алдын алуға және қарт адамдардағы метаболизмдік синдром мен кардиоваскулярлық ауруларды емдеуге бағытталған көрінеді. 7-ші тапсырма: Қазақстан ғалымдары тақырыбына биылғы жылы мерейтой болатын көрнекті ғалымдардың біреуіне құттықтау хат жаз. Тыныс белгілерінің дұрыс қойылуын қадағала. Құрметті Дінмұхамед, сізді биылғы мерейтойыңызбен құттықтаймын. Сізге табыс, еңбекте жеміс тілеймін. Жасаған жұмыстарыңыз үлкен биіктерден көрінсін. Табысты болыңыз. Біз сізді жақсы көреміз. Игі тілекпен, оқушыңыз. Келесі 8-ші тапсырма: берілген суреттер бойынша диалог құрыңдар. Онда технология, ғылым, нанотехнология, биотехнология сияқты терминдер қолданылуы керек. Тыныс белгілерінің қойылуына назар аударыңдар. Төмендегі қосымша мәліметтерді пайдаланыңдар. Испандық Иниго Мунос Элорса мен австриялық Стефан Добровольный Марсқа экспедициясында Тиролдағы Каунер тау мұздығында тұқым үлгілерін жинастырып жүр. Биіктігі 2700 метр мұздықтағы орта қызыл планетаның шындығына сәйкес келеді. Бұл 2 апта жоба өткізуге мүмкіндік берді. 2011 жылы Google компаниясы Невада штатындағы жалпы қолданыстағы жолдарда пилотсыз көліктерге қозғалысқа рұқсат беретін заңды қолдады. Ал 2012 жылы автопилот функциясы бар көліктердің жүруіне Калифорния штатында рұқсат берілді. Компанияның штаб-пәтері орналасқан Калифорниядағы Маунтин Вью қаласында қазіргі таңда өздігінен басқарылатын 20 көлік бар. Енді осы 8-ші тапсырмадағы қарап диалог құрайық. Айгүл, ғылым жайында не білесің? Биотехнология ғылымынан бұрын нанотехникалық жайында ақпарат білемін. Айтып берші, нанотехнология арқылы қазіргі кезде өндіріс технологиялары өндіріледі. Яғни бұнда біз технология, ғылым, нанотехнология, биотехнология деген сөздерді құрастырып, қатыстырып диалог құрдық. Келесі тілдік бағдар. Тілдік бағдар өзінен бұрынғы сөздің немесе сөз тіркесінің мағынасын айқындау мақсатында қолданылған түсіндірме, мәнді қыстырма сөздер жақшаға алынады. Сөйлемдегі бір ойдың мағынасын ашып көрсететін немесе оған автордың көзқарасын білдіретін түсіндірме, мәнді қыстырма сөйлемдер сөйлем ортасында келсе де жақшаға алынады. Алынған дәйек сөз, мысалы кімдік екендігін және қайдан алғандығын көрсету үшін соңынан жазылған кітаптың аты, авторы тағы басқа жақшаға алынады. Жақшы және бір сөйлемнің ішінде әрі қыстырма сөз, әрі түсіндірме, мәнді қыстырма сөйлем өзара тіркесіп келетін болса, бұлар түгелдей жақшаға алынады. Қыстырма сөз, қыстырма мәнді сөйлемнен, үтірмен ажыратылады. Драмалық шығармалардағы автордың түсініктемелері, кейіпкерлердің мінез-құлқын, қимыл-әрекетін тағы басқа білдіретін сөздері жақшаға алынады. Келесі 9-шы тапсырма: сәйкестендір, айырмашылықтарын тап. Бірінші, ғылым мен техника дамымаған кездегі тұрмыстық заттарды ата, қазіргі заманғы тұрмыстық техникаларды айтып бер, оларға салыстырмалы талдау жасап, айырмашылықтарын түсіндір. Бірінші, жазу машинесі, магнитофон, ақ-қара түсті теледидар, сыпырғыш, қылқалам, атшана, атарба, орақ, тырма, кассета. Компьютер, колонка, плазмалық теледидар, пилесос, ручка, машина, комбайн. Келесі 10-шы тапсырма: төмендегі сұрақтарға жауап беріп, өзара әңгімелесіңдер. Қажетті тыныс белгілерін қойып жазыңдар. Ғылыми жаңалықтар маңызды, себебі ғылым дамыған сайын адамдардың ой өрісі мен білімі де дамиды. Жаңалық емес, бірақ жыл өткен сайын жаңару жүріп жатыр. Жоқ, мен пайдалану заңдылығын сақтамаймын. Оны уақытпен, арнайы көзілдірікпен қарау қажет. Келесі 11-ші тапсырма: компьютердің пайдасы мен зиянын анықтап, диаграммамен көрсет. Компьютердің пайдасы: қалаған жерде онлайн жұмыс жасау, видео, фото, аудиоларды сақтау, тез жазуларды жазып сақтау, ойын жүктеу, қажет нәрсені интернеттен іздеп танысу, оқу, біліммен танысу, яғни компьютердің пайдасы. Ал компьютердің зияны: көз ауруы, жүйке ауруы, ұйқысыздық, уақытты босқа өткізуге әкеп соқтырады. Келесі 12-ші тапсырма: сабақта алған әсеріңді, ойыңды 4 сөйлем тәсіл арқылы жаз. Пікір: заманауи технологиялар жайында біраз ақпарат алдым. Дәлел: себебі мен технология жайлы білмейтін едім. Мысалы, оның ғылымда маңызы зор екенін түсіндім.
қорытынды жылдан жылға заманауи технологияның дамып келе жатқанын білдім. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.